Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Енді жаңа туған нәрестеге бірден ЖСН беріледі. Жаңа алгоритм ахат жүйесі медициналық туу туралы куәлікті алғаннан кейін бірден аты жөні жоқ баланың туу туралы актілік жазбасы автоматты түрде жасайды. Осы жазба негізінде ЖСН құрылады. Бұл жүйеде ата-аналардың жеке өтінішінің қажеті жоқ. Бірден бірқатар мемлекеттік қызметтерді көрсетіп автоматты түрде іске қосылады. Тиісінше ата-аналар жүктілікті және де босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда да, немесе 1,5 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем тағайындау үшін бала туу және де бала күтімі бойынша жәрдемақы алу үшін кеңселерге барудың қажеті жоқ. Жүйе бір мезгілде анасына баланың тегі, аты туралы мәліметтер беру туралы SMS хабарлама жібереді. Ата-аналар 3 жұмыс күні ішінде жауап беруі керек. Баланың деректері алынғаннан кейін туу туралы куәлік жасалады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.